Құрметті көрермен, біз бүгін фейк ақпараттар мен жалған ақпараттарды таратқан жандарға қандай жаза қолданылады деп бағдарлама басында айтқан едік. Бұған қоса, құрметті көрермен, біреудің фотосын рұқсатсыз желіге жариялау туралы нақты заңды түрде сөйлесу үшін студиямызға адвокат Ғалымжан Саржанов мырзаны шақырған едік. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Енді жаңа айтып жатырмыз қой, енді бірінші алдымен анықталайық, жалған ақпарат пен осы шынайы ақпаратты қалай ажыратамыз? Енді біздің бүгінгі қоғамда жалған ақпарат таратылу өте көп, кең тараған. Кішкене сабыр етсеңіздер, егер де үкіметтік органдарға, құқық қорғау органдарына қатысты болса жалған ақпарат мысалы үшін, олар сол бір күн, екі күннің ішінде әрекетте желілер арқылы өздерінің опровержениесін жария етеді. Ал қалған уақыттарда өте қиын, енді практикада өте қиын. Ол үшін тексеру керек. Ресми жарияланған, немесе тексеріс жүргізу арқылы хабарласып, сол кісілерге осылай шынымен де болды ма, сіздерде болмады ма. А қалған уақыттарда өте қиын жағдайда болады. Сол үшін сенімді каналдар арқылы ақпаратты алған дұрыс. Енді айтыңызшы, жалған ақпарат таратқан жағдайда ол адамға қандай жаза қолданады? Енді бізде конституциямызбен адамның құқықтары мен бостандықтары, оның ар-намысы, абыройы, қасиеті, жеке басы қорғалады. Бізде қылмыстық кодекс, әкімшілік кодекс, азаматтық кодекстер бойынша жан-жақты қорғалып жазалар бар. Бұл жерде айыппұлдан бастап бас бостандығынан шектеу, немесе моральдық өтемақы, азаматтық кодекс бойынша моральдық өтемақыға дейін өндіріп алуға мүмкіншіліктер бар. Сізде сондай бір жағдай болды ма? Үнемі болып тұрады. Көбінесе әлеуметтік желілерде ар-намысын боқтайды, балағаттап сөйткен жағдайлар көп. Немесе жалған ақпарат бізде практикада болды, өте қызық оқиға болды. Бір ауылдың келіндері ананы бір жезөкшелікпен айналысып жүр ауылда деп жалған ақпарат ауылдың чатына салып жіберген ғой. Сөйтіп үйі қырғын, ол ерлі-зайыптылар ажырасып кетті соңында, бірақ біздер соңынан сотқа беріп, бұл ақпараттың жалған екендігін алып, ана кісіден моральдық өтемақыны алып, бірақ соңында қосылды, ана кісілер кешірім сұрады. Осындай үлкен көп қызықтар болады, бірақ кішкене тілге еге болу керек. Бұл жерде мысалы шамамен қандай айыппұл төленді ма, қанша болды? Моральдық өте көп, сот 2 миллиондай моральдық өтемақы өндіріп берді. Аналардан сол WhatsApp желіде кешірім сұрауын талап етті. Сөйтіп ауылдың алдында тұрып біздер кешірім сұраймыз, бұл ақпараттың жалған екендігін жайлы барлығын өздері жария етті. Енді мына ақпарат деп жатырмыз, жалған ақпараттың ішінде осы міндетті түрде видео болу керек пе, және де аудио, өтірік жаңалықтар, өсектер дейміз ба, сонда ондайлар талап жатса да қалай болады? Аудио, текст, тексттерде аудио, текст, сосын видеоларда тарату көп. Пікір қалдыруға оны қолдануға болады ма? Мысалы, түрлі тұлғалардың өзінің қызметіне, тұлғалығына пікір жазып жатады астына. Пікір жағында енді, егер объективтік пікір болса жақсы, ал егер де ол кісіні ар-намысын қорлайтын пікір болатын болса, бұған уже әкімшілік, немесе қылмыстық азаматтық жауапкершілікке тартуға болады. Болады, ондай жағдайда. Сондықтан құрметті көрермен, пікір жазғанда да, ондай жерлердің барлығында сақ болыңыздар, абай болыңыздар дейміз. Енді айтыңызшы, мысалы, қазір көпшілігінің Instagram аккаунттары барлығы ашық тұр, сол жерде түрлі суреттер бар, сол жердегі суретті алып, өздерінің парақшасында жариялайтын адамдардікі дұрыс па? Дұрыс емес, олар да сол жариялаушы бұл есептелінеді. Ол жазалана ма? Ол да жазаланады. Бірге анау ең бірінші жариялаған адамнан бастап, бұлар да жариялаған. Ол айтады, анадан жариялады. Қой, сіз енді бөлек адамсыз ғой. Сіз өзіңіздің іс-әрекетіңізге жеке өзіңіз жауап бересіз. Сонда оны көшірген адамдардың барлығы да жауап береді? Оларды ответчик есебінде жауапкершілікке тартып, оларды сот бағасын бере жатады. Енді ол қандай баға, құрметті көрермен, дәл қазір әлі сұхбаттасып айтатын боламыз. Ал қазір сіздерге осы жалған ақпарат, жалған жаңалықтар жайлы дайындаған бейнематериалымыз бар. Назар аударайық. Құрметті көрермен, біз әрі қарай жалғастырамыз. Ғалымжан мырза, енді айтыңызшы, фейк ақпараттар деп жатырмыз, жалған суреттер деп жатырмыз. Егер де, мысалы, қазіргі кезде кез келген, мысалы, бір заведениялар бар, тамақтанатын мейрамханалар бар. Сол жерлерде арнайы парақшалар бар. Олар кез келген қонақты видеоға түсіріп шығады.
оны адам өзі байқамай қалуы мүмкін. Ол жерде мысалы біреулер отбасынан жасырынып отыруы мүмкін, басқа бір адамдармен отыруы мүмкін. Бұл оның керіс әсер етуі мүмкін. Бұл жерде ол адамдардың құқы бар ма? Оларды осылай жасырын деп айтпай-ақ қойғанда, сырттарынан видеоға түсіріп осындай бір жерлерде жариялауға. Егерде ондай материалдар көріп қалсаңыз, өзіңіз жайлы басқа бір Instagram аккаунттарды, Facebook аккаунттарды көріп қалсаңыз, сол мекеменің әкімшілігіне жолығып, жазбаша түрде мына жерде осындайны өшіруіңізді сұраймыз. Егер де олар сізді өшірмесе, сот арқылы моральдық өтемақы алып, немесе соны өшіртуге талап етуіңізге құқығыңыз бар. Жалпы осы адам баласы өзге парақшаларда немесе фото, видеосын жаңағындай ақпараттар, өзі жайлы жалған ақпараттар көрсе, бірінші кезекте не істеу керек? Жаңағы парақша жазу керек пе, әлде? Біріншіден, әрине бұл жағдайда егер де өзінің фото, видеосы өзі рұқсат етілмеген фото, видеолары жария етілсе, оны сот арқылы алып тастауға мүмкіншілік бар. Бірақ кей кезде сот практикасында көріп жатқанымыздай, егер де өзіңіздің парақшаңыз ашық болып, өзіңіздің парақшаңызда өзіңіздің суреттеріңіз тұрса, басқа біреу сол жерден алып басқа жаққа таратса, бұны кей кезде соттар қанағаттандырусыз қалады. Өйткені өзіңіздің парақшаңызда өзіңіз жария етіп отырған суреттеріңізді не үшін басқаларға рұқсат емес деп ойлап жатырсыз. Жабыңыз парақшаңызды, сөйтіңізді сотқа берсеңіз болады. Осындай жағдайларда бар. Өйткені бұл осы момент заңмен реттелмеген, өзіңіздің парақшаңыз ашық болса деген сияқты. Осыған да мән беру керек. Жалған ақпарат жазып салсашы? Жалған ақпарат салып салса, оған уже әкімшілік, қылмыстық, азаматтық жауапкершілікке тартуға болады, моральдық өтемақымен бірге өндіріп алуға. Бұл жерде сіз айтқандай, яғни шамамен жаңағы айыппұл 2 миллион теңгенің айналасынан басталады, білуімізше? Жоқ, бұл жерде 60 МРП-ден басталады. Қылмыстық жауапкершіліктен, егер де ұйымдасқан топпен жасалса, 3 жылдан 7 жылға дейін, мемлекетке үлкен зиян келтірсе, 7 жылға дейін бас бостандығынан айыруға мүмкіншілік бар. Әкімшілік жауапкершілікке ол жерде айыппұл 15 суткаға дейін әкімшілік қамауға алуға, немесе азаматтық сот арқылы моральдық, материалдық өтемақы өндіруге, немесе мәжбүрлеуге, сол суретті өшіруге. Сізге алғыс білдіреміз. Уақыт бөліп келгеніңізге пайдалы керемет ақпарат болды. Құрметті көрермен, міндетті түрде ескеріңіздер. Жалпы әлеуметтік желіден дұрыс қолданып, өтірік жаңалықтар, өтірік пікірлер жазбаңыздар. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дейді. Сондықтан сақ болыңыздар, оның артында үлкен жауапкершілік күтіп тұрған біле жүріңіздер. Ал дәл қазір біз шағын ғана үзіліске кезек береміз.